Бала 3-4 сааттан артық отырмау керек сияқты. Балалар бесіктен беле шықпай жатып, тілі кеш шығады. Сөйлей алмайды ғой, бірақ телефон беріп қойсаң, күшті гаджетті қолдана алады. Кибергигиена болмайды деген сияқты. Толықтай түсіндіру керек. Қазақстандықтарды 200 миллиардқа жуық ақшаға алдаған. Телефон алып бересіз, ол енді неизбежно. Баламен ашық сөйлесу керек. Осындай болуы мүмкін. Былай болса, сен не істейсің? Біріншіден ешкімнен қорықпай маған айт. Мен сенің ең сенімді адаммын. Ата-аналардың құлағына алтын сырға, егер балаларыңыз кәдімгі телеграм жүктеп алған болса, байқасаңыздар. Мені ойландырып қойдыңыз. Мен балаларым өйткені ешқашан телефонның ішіндегі ойындардың ішіне кірмейді екенмін. Ата-ана өзін қалай қорғау керек екенін білсе, ол әрине дәл соны балаға да істейді, иә, соны үйретеді. Ашық әңгіме. Армысыз көрермен, бұл ашық әңгіме. Және менің арнама жаңадан қосылғандарға қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі тақырып өзекті. Қолымыздан смартфон түспейтін заманда бесіктен белі шықпай жатып, ана сүтімен смартфонға телміріп қарап жататын балаларды киберғұмырға қалай дайындауымыз керек? Олардың қауіпсіздігіне кім кепіл? Ата-ананың жауапкершілігі қай тұста басталады? Қызық болса, маманмен сұхбатты соңына дейін көріңіз. Өз ойыңызбен бөлісіңіз, қызықты пікір иесіне біздің сыйлығымыз бар. Және арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Ара Әлімхан. Қош келдіңіз, Батыржан мырза. Сізді киберқауіпсіздік саласындағы маман ретінде шақырып отырмын. Сондықтан сұрақтарымды ең бірінші мынадан бастағым келіп отыр. Жалпы бала кибер әлемі, интернет желісінде қанша уақыт өткізу керек? Балаға бұл жерде орын бар ма? Саламатсыз ба, Арай ханым, шақырғаныңызға көп рахмет, қош болдық. Негізінен балаға кибер әлемде осы болып жатқан тақырып өте маңызды қазіргі таңда, өйткені әлем бізде цифрлық әлемге көшіп жатыр, виртуалды әлемге көшіп жатыр. Сондықтан да көптеген сұрақтар пайда болып жатыр. Баланы қалай тәрбиелейміз, баланы қалай қорғаймыз деген сияқты. Енді менің ойымша, бұл жерде енді баланы толықтай интернеттен бұғаттап тастау мүмкін емес. Бұл уже келген заманның осындай бағыты. Дегенмен енді ата-аналардың қолында болғаны оны барынша бақылап қарап отыру. Енді шектеу жағынан әркім өзі біледі, бірақ менің ойымша енді күніне бала 3-4 сааттан артық отырмау керек сияқты интернетте. Және де интернетте барынша тек қана пайдасы да бар, зияны да бар. Соның ішінде тек қана пайдалысын мейлінше алып, сондай қауіп қатерлерден аулақ жүру тиіс. Мындай тенденция бар ғой, қазір балалар бесіктен белі шықпай жатып, анасы бесікті тербетіп отырып, телефонда отырады, емізіп жатып, бірге скроллинг жасайды лентаны, Reels, Shorts, TikTok қарап жатады. Балада бір андай кликабельный ойлану, кликабельный тек бір қарап өткізіп жүріп 5 секундтық ойлану қалыптасып келе жатқан сияқты. Өйткені қазіргі балалардың фокусы аздау, және қазіргі кішкентай балалардың тілі кеш шығады. Біз бұл туралы жаңа ғана сізге келердің алдында да осы туралы сөйлесіп жатқанбыз. Бұның барлығы әсер ете ме адамның, әсіресе кішкентай адамның, кішкентай баланың психикасына? Әрине 100% ол әсер етпей қоймайды. Қазіргі балалар, менің ойымша, уже осы цифрлық әлемге дайын болып келетін сияқты жаңа заманның балалары. Сөйлей алмайды ғой, бірақ телефон беріп қойсаң, күшті гаджетті қолдана алады. Уже бұрында қолданған секілді алады да қолдана береді. Біз мысалы кнопочный телефонды көрген адамбыз, бірақ олар ондайды көрген жоқ. Сразу клик некенін біліп, толықтай уже генетикасында бар сияқты сол балалардың. Енді бұдан біз ешқалай қаша алмаймыз. Бұл болашақтың реалии дейді ғой, осындай. Яғни мүлдем баланы алып тастап, оны Маугли сияқты өсірудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Менің ойымша қажеті жоқ. Кейбір елдер, мысалы Австралия елінде сондай бір заң қабылданған, 16 жасқа дейін балаларға интернет қолдануға болмайды деген заң қабылдаған. Енді менің ойымша оны толықтай бұғаттау қажет емес, тек қана жаңағыдай керек емес контентті бақылап отырып, ата-ананың толықтай жүргізуімен, под руководством родителей дейді ғой, ата-ананың бағытымен
соны пайдалы жақтарын көбінесе жеткізу керек. Ең сорақысы ата ана балаларға баладан рұқсатын сұрамай сыртынан видеоға түсіреді, оның жылап отырған эмоциясын немесе іш киіммен жүргендегісін сөйтіп солай әлеуметтік желіге салып жібереді. Бұл да кибер қауіпсіздікке жата ма, жалпы қауіпсіз іс әрекетке жата ма? Енді жалпы интернеттегі кибер қауіпсіздік, кибергигиена дейміз, ол өте ауқымды тақырып. Мысалы алып қарайтын болсақ, бізде енді екі жақтан түсіндірейін. Мысалы физикалық әлем бар және виртуалды әлем бар. Физикалық әлемде біз мысалы баланы бірінші далаға шығаратын кезде, бірінші рет мектепке, балабақшаға жіберетін кезде оған кішігірім бір ережелерді айтып шығамыз. Мысалы бағдаршамнан жолдан өткенде оң жаққа қара, сол жаққа қара, бағдаршам жанған кезде, жасыл жанған кезде бар деген сияқты. Бірақ өкінішке орай дәл осыны виртуалды әлемге апаратын кезде, сыртқа шығарған кезде оны жасамайды көп ата-аналар. Ол жерде де дұрыс ережелерді сақтау керек. Және де сол ережелерді интернетте өзін ұстау тәрбиесін беру керек. Ол жаңа кибергигиена деп аталады. Мысалы, тамақ ішудің алдында қол жуу деп үйретеміз балаларға, таңертең тісіңді жуу деп үйретеміз. Сондай сияқты виртуалды әлемге шығаратын кезде баланы, оған ең бірінші аккаунт ашқан кезде, ең бірінші ол телефонды алып, гаджетін сатып алған кезде соның бәрін толықтай түсіндіру керек. Қандай қауіптері бар, не істеуге болады, не істеуге болмайды деген сияқты. Қай жерден мысалы алдап кетуі мүмкін, қандай адамдар, мысалы сіз үлкен кісілер сізге танысып жазып дружба тастаған кезде қалдауға бола ма, болмай ма деген сияқты барлық ережелерді толықтай түсіндіру керек. Бұл өте маңызды. Менің ойымша, бұны түсіндіру үшін ата-ана да бұны толығымен білу керек. Өйткені көп ата-ананың өздері біле бермейді бұл тақырыпты. Жалпы балаға біз телефонды байқауымызша қай уақытта бүйтіп беріп қояды. Жыламасын, көп сөйлемесін, артық ешкімге тиіспесін, өзімен өзі отырсын деп беріп қояды да, одан кейін телефонға ғана телміріп қарап отырсын, түк істемейсін деп телефонды қайтадан жұлып алады. Ал балада телефонға деген қызығушылық енді неге айналып кетті? Кәдімгідей оның өмір салтына айналып кетті. Және телефон алып қойса бала қиналады. Ода ломка болады, ол кәдімгідей қиналады, маған телефон беріңіздер, әкеліңіздер деп. Сабақтардың өздері телефон арқылы өтіп жатады дегендей. Осындай жағдайда енді бала әрдайым гаджетпен бірге жүреді. Телефон, планшет, ноутбук, компьютер дегендей. Осының бәрін қолданып жүрген бала қауіпсіздікті қалай үйретеміз оған? Ол жерде өзін қауіпсіз сезіну үшін неден бастау керек ата-ана? Ең біріншіден жаңа қауіпсіздікті көтеру үшін, қауіпті нәрселердің алдын алу үшін қандай қауіп бар екенін толықтай ата-ана түсіну керек. Ашық айту керек. Оны ашық толықтай айту керек. Біріншіден, мысалы, бұны екі жаққа бөлуге болады. Менің ойымша, бірінші ақшалай, финансты жағы бар, және де психологиялық денсаулығына, физикалық денсаулығына, және де өміріне қауіп төндіретін сондай қауіптер бар интернетте. Оны толықтай түсіну керек. Ата-аналардың өздері дұрыс түсіне бермейді. Мысалы айтайын, 24-ші жылдың ішінде интернеттегі алаяқтар қазақстандықтарды 200 миллиардқа жуық ақшаға алдаған. Ол енді үлкен қорқынышты статистика. Оның ішінде бала да бар шығар. Оның ішінде енді соның ішінде ең осал топтары ол балалар. Өйткені балалар алдамшы болады, сенімшіл болады. Оларды алдау өте оңай болғандықтан, егер мысалы сіздің карточкаңызға алаяқтар қол жеткізе алмаса, сіз білесіз, кімге жауап беру керек, кімге жауап бермеу керек деген сияқты. Бірақ сіздің балаңыз арқылы сіздің жеке деректеріңізді алып кету мүмкін. Соны ата-аналар толықтай түсіну керек. Жаңағы еліміздің кибергигиенасын көтеру керек, және оны мектептегі оқушылардан, студенттерден бастау керек деген сияқты бекер айтпаған. Бұл қазір өршіп тұрған үлкен проблема. Үлкен проблема, және де ата-ана толықтай түсіну керек. Оған гаджетті берген кезде ол жаңағыдай өміріне де қауіп төндіреді. Өміріне де қауіп төндіреді. Егер қайтадан статистикаға көз жүгіртетін болсақ, 24-ші жылы жасөспірімдердің арасында 15 жас пен 19 жас арасындағы жасөспірімдердің арасында өз-өзінде қол жұмсағандардың арасынан 5%-ға жуығы именно интернет алаяқтардың және интернеттегі қауіптерден
өзіне қол жұмсаған. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне кибербуллинг кіруі мүмкін, интернет арқылы қысым көрсету, мазақтау, және де оның ішіне тағы да өлім ойындары кіреді. Жаңа көк киіт деп жатамыз, поймай меня деген сияқты көптеген өлім ойындары бар. Ол толықтай қауіпті. Сол кезде ата-ана баланың қолына гаджет берген кезде осы барлық қауіптерді толықтай түсіну керек. Егер оны түсінетін болса, оған әрине жаңағыдай инструктаж жүргізіп, ережелерін айтып, осындай қауіпті болады. Егер былай болса, сен маған айт, егер мынандай адам жазса, былай деп жазса, былай айт деген сияқты толықтай инструктаж жүргізіп шығу керек. Жалпы балалардың кибер қауіпсіздігіне сіздің ойыңызша 100% жауапкершілікті алатын ата-аналар? Әрине, ең біріншіден ата-ана, өйткені ол үйде оны бақылайды, иә. Және де бұл жан-жақты жұмыс қой негізі, иә. Тәрбие сияқты ғой. Енді ата-анасы да жауапты, мектептегі мұғалімі да жауапты, жан-жақтан барлығы. Қоғам да жауапты, мемлекет та енді жаһанды түрде, глобально осыған тоже жауап береді деп ойлаймын. Ал кейбір балалар, мысалы 12 жастан кейін, 11 жастан кейін сіз менің бақылауымда әрдайым менің телефонымды шұқылайсыз, қарайсыз, қарамаңыз деп, бұл менің жеке шекараларымнан өтіп жатыр деп, қазір балалар сөйтіп сөйлейді ғой, сөйтіп айтады. Ал ондай балаларға қалай түсіндіру керек? Бұл жеке шекараны өтіп кету емес, бұл сенің қауіпсіздігіңді әрдайым бақылап отыру дегендей. Өйткені көп балалар бұл тек ата-ананың қызығушылығы деп ойлайды. Бұны балаға қалай түсіндіреміз? Менің ойымша бұл ең басынан басталады. Егер сіз телефонды беріп қойдыңыз, болды, ары қарай өзі не істесе өзі білсін, не қараса өзі білсін деген болса, әрине ол ертең 10 жасқа, 12 жасқа келгенде ары қарай өзі кете береді. Мен өзім білем қалай істейтінін, мен бастапқыдан өзім істедім деген сияқты. Сондықтан да оны беретін кезде ата-ана оған цифровой авторитет болу керек, былайша айтқанда, иә. То есть осы интернет әлеміне жол серік болу керек. Демек, ата-ана оған бәрін үйретіп, көрсетіп, өзі аккаунт ашып берсе, өзі инструктаж жүргізіп берсе, бала уже ата-анаға не ретінде қарайды, былай интернеттегі мұғалімі десек те болады, иә, тәрбиені беретін адам ретінде қарап, сол кезде одан келетін ақылдарды, бақылауды дұрыс жағынан түсінетін болады. Бұл жерде енді екі мәселе, иә, кейбір адамдар айтады, енді баламды не жазып жатқанын бәрін қарасам, жеке границасын шектемеймін ба деген сияқты, жеке шекарасын өтіп кетпеймін ба деген сияқты. Бірақ бұл жерде енді бақылаудың әртүрлі түрлері болады, мысалы телефонын жұлып алып, ішін не қарап жатсын деп бақылауға болады, немесе жаңағыдай инструменттер енгізіп, өзінің телефонынан қарап бақылауға да болатын сондай инструменттер бар. Жақсы, қараңыз. Мысалы, менің қазір 5 жасар қызым, 6-ға толам, 6-да маған смартфон алып беріңіздерші деп сұрап жүр. Біз оған әрине қазір дайын емеспіз деп айттық, бірақ ол сұрап жүр. Уақыты келгенде бір 7-ге келе ме, басқа уақытқа келе ме? Әрине біз алып береміз, өйткені ол заман ағымына сай, сынымында барлығында бар дегендей. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Міне алдық, одан кейін ата-ана контроліне қоямыз, родительский контроль деген бар. Одан кейін тағы не істеуге болады? Енді қараңыз, сіз ерте ме кеш бәрібір оған телефон алып бересіз, ол енді неизбежно. Оған телефон берген кезде біріншіден жаңағыдай аккаунтын өзіңіз ашып бересіз. Және де керекті ішіндегі қосымшаларды, приложенияларды өзіңіз жүктеп беріп, әр приложенияға кіріп өзіңіз аккаунт ашып бересіз. Сол кезде сіз осы интернет әлеміне оған жолаушы боласыз. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, балаңызбен отырып ашық әңгіме айтасыз, ашық сөйлесесіз. Интернеттен мынандай қауіптер бар. Енді айта кететін болсақ да, бірінші қауіп, мысалы психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, кибербуллинг жағынан. Егер саған бір үлкен кісі дружба тастаса, сен не істейсің ондай кезде? Қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба? Әлеуметтік желілерде, қабылдадың дейік. Ол саған мынандай нәрсе жаса десе, ата-анаң туралы бір нәрсе сұраса, тұратын мекен жайыңды, қай мектепте оқисың деп сұраса, не деп жауап бересің? Ондай адамдар жазатын болса, оларға жауап берме, біріншіден. Екіншіден, қандай сайттарға кіруге болады, қандай сайттарға кіруге болмайды? Сонымен қатар
үлкен кісілер бала болып өтірік аккаунт ашып алып балалармен танысады ғой. Оны да ескеру керек. Яғни бала басқа баламен сөйлесіп отыр ма екен деп ойлап, оған да өзінің ақпаратын беріп қою мүмкін ғой. Әрине. Енді бұл жерде міне келетін қауіп жаңағыдай кибербуллинг жағынан басқа адамдар онымен достасып кетіп, жаңағыдай сеніміне кіріп, ары қарай жай-жаймен оны жаңағыдай өзінің айтқанын істеткізетін дәрежеге дейін жеткізеді. Егер ол басында жаңағыдай қатты қауіпті емес, қорқынышты емес нәрселер болуы мүмкін, бірақ келе-келе жай-жаймен оның жаңа деңгейін, қауіп деңгейін көбейтеді, және соңында өз-өзіне қол жұмса, мынандай терезеден секіріп кет деген сияқты нелерге дейін жетеді. Оған дейін жеткен кезде олар балаларды қорқытады. Егер мынаны жасамасаң, сен мысалы ата-анаңа бір нәрсе жасап қоямыз, жақын туыстарыңа, достарыңа сенің қайда тұратынын білемін деген, қайда тұратынын білеміз, соның бәрін сөйтіп қорқытады. Сондықтан да әрқашан баламен ашық сөйлесу керек. Осындай болуы мүмкін. Былай болса, сен не істейсің? Біріншіден ешкімнен қорықпай маған айт. Мен сенің ең сенімді адаммын. Бізге ешкім қауіп төндіре алмайды деген сияқты ашық сөйлесу керек. Екіншіден, енді барлық қауіпті біріншіден ата-ана білу керек та, қандай қауіп болуы мүмкін. Ол жаңағыдай біріншісін айттық, басқа адамдарын жазып, соны бір айтқан нәрсесін істеткізу. Екінші қауіп ол жаңа техникалық тұрғыдан да, мынау психологиялық тұрғыдан болса, техникалық тұрғыдан мысалы айтатын, сілтеме жібереді, осы сілтемеге өтіп, мынандай нәрсені мынандай деректерді енгіз деген сияқты. Көбінесе ол жаңағыдай жеңіл ұтыс. Сіз мынандай нәрсені ұтып алдыңыз, Мальдивға путевка ұтып алдыңыз семьяңызбен. Бала оған сенеді да, қуанады. Ол критикалық тұрғыда ойламайды ғой, ол алдауы мүмкін деген сияқты. Ол шынымен де сенеді, сондай екеніне сенеді да, сол ссылкасына басып, ішіне кірсеңіз, ары қарай мысалы сізге ақша жіберу үшін карточкаңыздың деректерін енгізіңіз дейді. Сосын бала сізден карточканы алып, сол жаққа енгізеді. Сосын сіздің карточкаңыздан ақша алып кетеді. Мысалы бір варианты да болатын. Сондықтан да осындай қандай деректер жеке дерекке жататынын балаға толықтай айту керек. Аты жөні, иін, тұратын мекен жайы, карточканың барлық номері, ақшаға байланысты барлық ақпарат, ата-ананың қайда жұмыс істейтіні, аты жөні, барлығы бұлар құпия екенін түсіндіру керек. Үшіншіден, мысалы гаджет алып бердіңіз, инструктаж жүргіздіңіз, және де ата-аналық контроль, родительский контроль приложениясын сізге соған енгізіп қойып, өзіңіздің телефоныңызға байлап қою керек. Ол әртүрлі приложениялар бар. Бірнешені айтып кетейін. Мысалы, тегіндердің арасынан Google Family Link көрермендерге пайдалы болатын шығар. Соны енгізіп қойсаңыз, оның жаңағы орнату қиын емес. Өзіңіздің Google аккаунтыңыз болу керек. Балаңызға жаңа гаджетына Google аккаунт ашып бересіз. Сол екеуін жаңа екі жаққа да Google Family Link приложениясын жүктеп алып, екеуін байлап қоясыз. Сол кезде сіз телефоныңыздан біріншіден баланың қай жерде екенін, местоположениясын білесіз, қай жерде жүріп келе жатқан, мысалы мектепке барды ма, бармады ма, мектептен шыққаннан кейін қай жерге барды. Екіншіден, қандай сайттарға кірмей жатқанын білесіз. Қай сағат отырғанын, қай сайтқа кіргенін, және де керек емес сайттарды бұғаттап тастай аласыз. Және де защита қойып қойсаңыз, жаңағыдай балаларға арналмаған контент ашылмайды оларға, және де экранное время дейді, уақытын бақылай аласыз. Мысалы, баламен келісесіз. Давай былай істейік. Мысалы, күніне осындай 2 сағат немесе 4 сағат осындай уақыт болады, және де уақытымен де шектеп қоясыз. Мысалы, сіз ұйықтатып тастағаннан кейін ол түнде тұрып, таң атқанша отыру мүмкін, телефонда. Соны түнде отырмайтындай істеп тастауға болады, Соның барлығы сол кезде бала толықтай түсінеді. Ата-ана мені бақылайды, және де қорғап жатыр деген сияқты. Біз бұл қорғау шаралары деп оған толықтай түсіндіру керек. Сол кезде ол сіздің қорғанысыңызды сезе отырып, егер де оған біреу жазатын болса дағы, ол сізге келіп, сіз енді қорғаушысыз ғой, сізге келіп бәрін айтып береді. Жақсы түсіндіріп отырсыз. Әсіресе маған ұнағаны мынау ата-ана оның қорғаны болу керек деген. Яғни ата-ана балаға жұмсақ түрде түсіндіру керек барлығын, оның психологиялық факторын, физикалық факторын, жаңағыдай сіз айтқандай. Және ең бастысы, мен саған қорған боламын, бұл мен сені 100% тексеріп отырғаннан емес, бұл
басқалардың саған зияны тиіп кетпесін деп иә өйстіп айту керек иә. солай түсіндірсе Жаңа сіз айтып кеттіңіз кибербуллинг туралы, сол туралы кішкене толығырақ айтып өтейік, өйткені бұл қазір өте өзекті мәселелердің бірі балалардың арасында иә. Алдында бір психологтармен сөйлескен кезде былай айтады, кибербуллингтің кәдімгі буллингтен ең басты айырмашылығы кибербуллинг бітпейді дейді. Өйткені буллинг ол мектепте болса да, көшеде, аулада болса да, бала сол жерде ортаны тастап кеткеннен кейін сол жерде бітті. Бала ол туралы ойлауы мүмкін, ары қарай өз өмірін сүре береді дейді. Ал кибербуллинг смартфонда ғой, оны ашқан сайын сен көресің, ол бітпейді. Ол келе береді дегендей. Сондықтан менің ойымша кибербуллингтің кәдімгі буллингтен гөрі қаупі, әсері өте көбірек. Бұл туралы тарқатып айтайық. Кибербуллингке не жатады? Жалпы бұны жасайтын балалар басқа балалар туралы ойламайды ғой, енді оған қауіп төндіріп тұрған. Ал соған сондай ситуацияда болып қалған ата-ананы не жасау керек? Баласын байқап қалды, біреу маза бермейді, не істеу керек? Дәл айтқан екен, интернетте шекара жоқ қой. Мысалы физикалық әлемде буллинг болып жатса, ол мысалы мектебін ауыстырса, ол жерден кетті, ортасын ауыстырса, ол жерден кетті. Бірақ интернетте болғандықтан ол жерден ешқайда кете алмайды, шекара жоқ. Және де шектеу жоқ, мысалы оған күніне 100 адам жазу мүмкін сондай мақсатпен. Сондықтан да бұл жерде кибербуллингке енді балаға қысым көрсететін кез келген әрекет, цифрлық әлемде болып жатқан, кибер әлемде болып жатқан кез келген әрекет кибербуллинг деп аталады. Одан қорғану шаралары тек қана осындай, балаға толықтай түсіндіру. Егер саған біреу дискомфорт көрсетіп жатса, қысым көрсетіп жатса, біріншіден ол сізге толықтай ашығымен айта алатындай дәрежеге жету керек. Басқаша ешқандай. Және де инструмент, родительский контроль, сіз толықтай білесіз, бала қандай сайттарға кіреді, қандай контент қарайды, кіммен сөйлеседі, не сөйлеседі деген сияқты. Мысалы, өз-өзіне қол жұмсаған балалар, олар бірден келе салған жоқ қой, бір күнде осыған, олар бір пабликтарға подписка жасайды. Даже баланың өзінің аватаркасына қандай фото қояды, темный фон ба, светлый фон ба, осының барлығы уже знак. Депрессивный контент қарау мүмкін, андай неше түрлі пабликтарға кіру мүмкін. Ол жерде әлемнің қандай жаман екені, барлық адамдар жамандық жасайды деген сияқты сондай агитационный жұмыс жүргізеді, баланы толықтай қысып тастайды. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, ол бала деген өзін қол жұмсауға бірден келе салмайды деп, басқа адамдар оның сеніміне кіреді деп, өйткені осында білуімше осындай ойындар бар ғой қазір. Баламен басқа баланың сен оған айтасың, мынаны жаса деп, ол соны жасайды. Сондай іс-әрекеттер жасау арқылы ол жайлап сондай ең қиын амалына шейін жетеді дегендей. Солардың арасында мынандай ойындар бар екен. Мысалы, мектепке барып, бүгін мектепке бармай-ақ қой. Кірме мектепке. Келіп тұрып, айналып өтіп кет. Немесе мектепке келдің ба, кәдімгі туалеттің қағазын, дәретхананың қағазын дәретхананың ішіне лақтырып жіберді, қызық болсын, көр. Немесе жаңағы класстастармен бірге, сыныптастармен отырған кезде сыныптастарыңа осындай жаман сөз айт. Сөйтіп өзіңді көрсет, проявляй себя деп айтады екен, да? Сөйтіп басталады екен оның барлығы. Яғни бұл деген бір күнде өзгеріп кететін дүние емес қой. Бұл деген кәдімгідей бірлеп уақыт өте келе өзгереді. Деңгеймен баланы үйретеді, сондай нәрсеге етін үйрететін, былайша айтқан кезде, және де заданиялардың деңгейін жаймен көтеріп отырады. Кім оның артына тұрған, не үшін оларға бұл керек? Енді ең қиын сұрақ осы да, өйткені жаңағы интернет алаяқтық болсын, ақшаға алдайтын кибербуллинг болсын, бұл жерде ең қиыны бұл интернетте болып жатыр. Жаңағыдай айтқанда шекара жоқ, және де анонимді түрде жүреді. Деанонимизация жасау өте қиын. Мүмкінсіздіктің қасы. Кейбір ғана кейстарда сол адамды тауып шетелде сондай болған, бірақ көбінесе оның артында бір мысалы Telegram аккаунт тұрады. Бірақ Telegram аккаунттың иесін ешкім таба алмайды, біле алмайды. Өйткені Telegram құпиялығы өте жоғары, ол ешкімге бермейді. Сондықтан да мысалы Telegram да бала отыратын болса, бұл уже үлкен сұрақ.
қандай пабликтарда отыр. Өйткені телеграмды жаңа заманның даркнеті деп айтуға болады. Даркнет деген жаңа барлық ішінде запрещенный жаман заттар болып жатқан осындай бір сеть. Адам сататыны бар, қару жарақ сататыны бар, барлық запрещенный заттар сол қазір телеграмда ата-аналардың құлағына алтын сырға, егер балаларыңыз кәдімгі телеграм жүктеп алған болса, байқасаңыздар, онда оны өшіріп тастауға болады ғой. Иә, жаңағыда родительский контроль арқылы мысалы телеграмды жүктетпейтіндей жасауға болады. Ол мысалы бала бір сайтта отыруы мүмкін, бір нәрсе қызық бір нәрсе көріп қалады, оларда кәдімгі реклама жібереді, мысалы баланы қызықтыру оңай ғой, мынандай мысалы істеген келсе осындай сілтемеге өтеді, ол телеграмның бір пабликтің подписчигі болып қалады автоматически. Соның ішінде уже потихоньку көріп отырады. Иә, оны дайындап, онымен айналысады да. Енді былайша айтқанда, егер сіз баланың жеке границасын шектеймін деп қорқатын болсан, бақыламайтын болсан, оны сенің балаңды басқа біреу бақылайды. Басқа да әлеуметтік желілер бар ғой, енді ашық. Балалардың өте қатты қызығатыны қазір TikTok, YouTube-тағы шортстар, сосын кейін Instagram. Енді Instagram-ға көп балалар қатты қызыға бермейді. Негізі қызығатын отыратындары қазір TikTok. Қай жерге, қай мектепке кірсең де TikTok түсіріп жатқан қыздарды көресің, билеп жатқан, бір-біріне бір нәрсе жіберіп жатқан балаларды көресің дегендей. Әлеуметтік желілерде балалардың отыруы қаншалықты дұрыс? Енді ол әртүрлі, әр елде әртүрлі. Оны менің ойымша енді ата-ананың өзі біледі. Бірақ даже қарайтын болсақ, TikTok-тың разработчиктары мынандай бір функция енгізіп қойған. 16-ға жетпеген балаға жеке чатқа смс келмейді. Директке дейміз ғой, мысалы, TikTok-тың ішінде, сообщение келмейді, және де өзінің жаңа контентті шектеулі контент көреді. Және де TikTok-та ата-аналардың құлағына алтын сырға осындай тоже не бар, функция бар, family pairing деген, ата-анамен жұптастыру деген. Сіз де ата-ана ретінде балаңыздың TikTok-ын толықтай контроль жасай аласыз. Ол TikTok-тың функциясы ата-аналарға жасап берген, балаларды бақыласын деп. Сондықтан да оны разработчиктары толықтай түсінеді, балаға қауіп екен. Ол бір жағынан қауіп, бірақ бір жағынан балаға өзінің өнерін шыңдау үшін платформа ғой, қалай қолданатынына байланысты. Сондықтан да оны разработчиктары да түсініп, осындай функция енгізіп қойған. Жоқ, мен TikTok-та мүлдем жаман деп айтпаймын, өйткені ол жерде кәдімгідей ұстаздар отырады. Кейде олар мықты білім беретін, сауат ашатын күшті контенттер жасайды. Еш жерде білмеген, мысалы, жаңағы жасанды интеллект арқылы мықты тарихи тұлғаларды туралы үйренуге де болады дегендей. Балаларға бұл қызық, өйткені мен балаларым жасы біреуі 5-те, біреуі 11-де. Және жаңа кіші қызымда ешқандай әлеуметтік желі, ешқандай парақша жоқ, бірақ ұлымда бар ғой телефон. Ұлым маған қызық нәрселер көрсетті. Мама, қараш, мен мынандай жасанды интеллекттен мынандай тауып алдым, мынандай аккаунттар бар екен деп көрсетіп отырады. Өзінің официально ашқан парақшалары жоқ, бірақ бәрібір балалар бір-біріне линк жібереді. Сол линк арқылы, ол жаңа ссылка дейді ғой, сол арқылы, сілтеме арқылы кіріп қарайды, көреді дегендей. Сол кезде мен кішкене ата-аналардың контролін қосып қойғанмын, тексеріп отырамын, және оның телефоны сағат 10-нан кейін өшіп, таңғы 7-ге шейін өшіп тұрады дегендей. Сонда да арасында балама түрлі дүниелер келіп қалады. Бірақ ол айтады, онда неге балаларға бұны көруге болмайтын болса, бұл ашық түрде Google-ға жазсаң ашыла салады, көріне салады деген сұрақ қойды маған. Мен сол кезде ойландым, шынымен де сөйтіп жазсаң ашыла салады екен ғой барлық жерде. Қанша родительский контроль тұрса да, ол поисковик арқылы іздеп жазса, ол аша алады екен ғой бала. Жоқ, негізі жаңа Google Family Link родительский контроль тұрса, ол жерде балаға осындай Safari арқылы мысалы ол қарады да? Кез келген браузер болсын, үлкендерге арналған контент, немесе балаға көруге болмайтын контент, ол толықтай бағытталады. Бұл жерде маңызды мәселе мынандай ғой, егер ең бірінші аккаунтын, бүкіл жерде қолданатын Google аккаунтын сіз ашпаған болсаңыз, бала өзі мысалы жасын үлкен ашып қою мүмкін. Дұрыс қой, ал егер сіз ашып қойсаңыз, оның нақты туған күнін, жылын көрсетесіз, және де система түсінеді, оның 16 жасқа толмағанын, сәйкесінше оған керекті контентті ғана көрсетеді.
бірақ бізде өкінішке орай біз ата ана ретінде ондай нәрсе жасамаймыз. Оған аккаунт өзіміз ашып бермейміз, телефонды береміз да ары қарай өзің біл не істесең да деген сияқты. Балалар уже ол жерде ойына келгенін істейді. Күдікті сілтемелердің ішінде мысалы не болуы мүмкін? Ондай сілтемелер жалпы көп келе ме, спам ретінде келе ме? Балалардың чаттары отырады, жаңағы сыныптастарымен бірге чат болады, ойнайтын балалармен бірге чат болады дегендей ойын демекші. Олар сонымен қатар кәдімгідей кибер ойындар бар ғой, неше түрлі. Майнкрафт, Counter Strike. Одан бөлек тағы да әртүрлі ойындар бар. Сол ойындардың ішінде олар чат құрады екен. Сол жерде онлайн ойнап отырып, бір-бірімен сөйлесіп отырып ойнайды. Және сол жерде осы жерден ары қарай мен мысалы мен түсінігіме ата ана ретінде өте қиын. Мысалы әлеуметтік желі басқаны мен бұғаттай алам, бірақ онлайн ойынға кірген баланы мен қалай контроль жасай алам? Ол контроль жасау мүмкін емес қой. Ол ойынды 40 жасар, 50 жасар еркекте ойнап отыру мүмкін. Я мысалы 30-дағы әйелде ойнап отыру мүмкін. Және менің 10 жасар баламды ойнап отыру мүмкін. Мысалы дейік. Мұны қалай тексеріп отыруға болады? Бұл жерде енді шаралар комплексті ғой, көрдіңіз ба? Кейбір нәрселерді сіз техникалық тұрғыда бақылай аласыз, немесе бұғаттап тастай аласыз. Кейбір нәрселерді бақылап бұғаттау мүмкін емес. Бұл жерде сіздің тәрбиелік функцияңыз қосылу керек. Яғни баламен ашық сөйлесу, қарап отыру, әңгімелесу, ойнаған кезде кіммен ойнап жүрсіңдер, қандай достарым бар, барлық достарын сіз білсеңіз, анау Ербол деген жігітпен ойнадыңдар ма? Жақсы, керемет. Тағы да кім ойнады деген сияқты сөйтіп әңгімелесіп отырып, арасынан енді бала барлығын айтып береді ғой, айтып қалады. Сол да барсын. Ойнап отырған кезде кел бірге ойнап көрейік. Кәдімгі мен қарайын қалай ойнап жатқанымды. Бала енді көрсеткісі келеді ғой, мен былай ойнап жатырмын, күшті ойнап жатырмын деген сияқты. Бұл жерде тек қана осындай шаралар балаға толықтай көңіл бөліп, уақыт бөліп, бірге ойнағандай болып, енді бірге ойнап, сөйтіп ашық өміріне қатысу керек қой. Ата-ана ретінде біз ата-анамыз оған телефон бердік. Бала далаға шығып кетті. Далада балалармен ойнап жүрген кезде ата-ана барып оларға қосылып ғасыр салып ойнамайды ғой. Сол сияқты біз де телефон берген кезде оның ойынның ішіне біз де кіріп ойнамаймыз ғой деп ойлаймыз. Бірақ шын мәнінде қарап, бірге бір қарап, тексеріп, көріп алу керек. Егер ол ойын ішінде бейәдеп сөздері бар болса, мысалы артық кететін іс-әрекеттер бар болса, онда ата-ана оны бұғаттап тастау керек, немесе балаға түсіндіру керек дейсіз ғой. Яғни бірге ойнап көру керек дейсіз ғой. Бірге ойнап көру керек, немесе жанында отыру керек. Мен қарайын, қалай күшті ойнап жатсың ба деген сияқты сөйтіп. Енді былайша айтқан кезде ата-ана өзімен өзі бөлек, бала өзімен өзі бөлек болып кетпеу керек та. Ата-ана толықтай білу керек бала не нәрсемен айналысып жатқанын, кіммен сөйлесіп жатқанын, қандай ойынды жақсы көреді деген сияқты. Ең азынан осындай енді базовый сұрақтарға жауап білу керек, ең кемінде. Мені ойландырып қойдыңыз. Мен балаларым өйткені ешқашан телефонның ішіндегі ойындардың ішіне кірмейді екенмін. Өйткені енді ол бала оның ойындарын мүлдем бөлек. Мен оны түсіне алмаймын. Қазіргі балалардың көріш деп айтуға болады. Мен мысалы түсінгім келеді, сен не ойнап жатсың, қандай ойын, не істеу керек бұл жерде, сенде қандай уровень, сен кімді жеңдің өткен кезде деген сияқты сөйтіп бала ары қарай енді ашып айтып береді. Мысалы, бұл мынандай ойын, былай істейсің, мынандай адамдармен ойнайсың, былай істесең жеңесің, мына жерде ұтылып қалдың деген сияқты. Соның арқасында бала қандай ойын ойнайтынын түсінуге болады, яғни бала агрессияны тудыратын ойын ойнай ма, әлде ол өзінің сана сезімін жетілдіретін ойын ойнай ма, сөйтіп бақылауға болады дейсіз ғой. Баланы тәрбиелеу интернетте дұрыс өзін ұстауын, оны бәріміз бірге қосылып жасауымыз керек. Ата-ана, мектеп, қоғам, жаһанды түрде мемлекет деп айттыңыз. Біздің елімізде заңды тұрғыдан осы кибер қауіпсіздік мәселесі қаншалықты дұрыс қадағаланады? Біздің елімізде заңды тұрғыдан бұндай іс-әрекеттерді 100% қадағалай алады деген сенім бар ма сізде? Енді жалпы еліміз кибер қауіпсіздік жағынан көптеген шаралар өткізіп жатыр. Негізінен бізге, енді көбісі біле бермейді, Қазақстанға
күніне миллионнан астам жаңа шабуылдар, кибер шабуылдар жүргізеді. Оның ішінде жаңа халыққа болатын шабуылдар бар, иә, жеке тұлғаларға дейік, және де госоргандарға, компанияларға да жасайтын шабуылдар бар. Енді соның тұрғысында бізде енді заңнама енді қалыптасып жатыр. Мысалы айтатын болсақ, 3-4 жыл бұрын бізде жаңағыдай жеке деректерді, мысалы бір компания сіздің жеке дерегіңізді алады, банк айталық, алады, және де оларды жоғалтып алатын болса, егер кетіп қалатын болса, жаңағыдай басқа жаққа ешқандай бір жауапкершілікке тартылмайтын. Қазіргі таңда сіздің жеке дерегіңізді алатын кез келген организация заңның алдында сіздің жеке деректеріңізді жауап береді. Және де оған жаңағыдай административті айыппұлдар бар. Олар жыл сайын көтеріліп жатыр. Бұл негізі әлемдік практика. Европада әсіресе GDPR деген заңнама бар. Адамдардың жеке деректерін қорғау заңдары. Оған барлық жаңа әлеуметтік желілер, мессенджерлар толықтай бағынады, сол елде тарап жатқан. Айтатын болсақ, мысалы 2 жыл бұрын WhatsAppта жаңағыдай адам қолданушылардың бір жеке деректері кетіп қалған болатын. Соған жаңа GDPR-ның организациясы оған 800 миллиондай штраф салды. Сол жерде бізде де Қазақстанда соған жай келе жатыр. Қазіргі таңда әр компания жеке деректерді, адамдардың дербес деректерін, жеке деректерін алатын компания, оны толықтай білет соған жауапты екенін, және де егер оларды жоғалтып алса, егер өзінің кибер қауіпсіздігін қамтамасыз етпеген саласынан жоғалтып алатын болса, ол заңның алдында жауап береді және айыппұл төлейді. Біз енді жаңа бала тәрбиесіне қатысты айттық, кибер қауіпсіздік туралы айттық. Енді ата-аналар туралы да айтайықшы. Енді біз өзіміз үлкендер туралы да, біз өзіміздің жеке деректерімізді, өзіміз туралы жалпы бүкіл ақпаратты тарқатып алмас үшін не істеуіміз керек? Негізі өзіміз туралы айтайықшы дегенге жақсы келдіңіз, өйткені ата-ана өзін қалай қорғау керек екенін білсе, ол әрине дәл соны балаға да істейді, соны үйретеді. Өйткені бала өзі білмей тұрып балаға не айтады деген. Сондықтан ата-ана біріншіден өзі білу керек, интернетте қандай қауіптер бар, қалай алданып қалу мүмкін деген сияқты. Енді үлкен кісілерге көбінесе жаңағыдай кибербуллинг емес, көбінесе ақшалай, финансты түрде шабуылдар жүреді. Олар күнде әртүрлі схемалар шығады. Әлемде, Қазақстанда қазір қандай актуалды темалар бар, соған байланысты, мысалы Каспий жұма акциясы шықты ма, соған байланысты бір мошеннический схема шығады. Басқа бір тақырып болса, соған байланысты күнде жаңағыдай кибер шабуылшылардың, алаяқтардың де схемалары өзгеріп тұрады. Өте креативті екен алаяқтар біздің елімізде. Енді амалдарын табады ғой әртүрлі. Сондықтан да негізінде көбісі біле бермейді. Бізде халық өте көп ақша жоғалтады. Осыған байланысты енді күніне 500 миллиондай жоғалтады. Күн сайын біздің халық, маған мысалы көп адамдар Инстаграмға жазады. Мысалы мен медсестрамын, айлығым 200 мың теңге. Мен жаңағыдай кибер шабуылдың саласынан қазір банкке 5 миллион қарыз болып қалдым. Енді мен оны 10 жыл бойы төлеймін деген сияқты, процентімен бірге барлығын бірге. Сондай адамдар өте көп жазады. Соған байланысты бізде полицияда бөлек бір бағыт ашылды, киберполиция деген, дәл осындай интернеттегі шабуылдармен, алаяқтармен айналысатын. Бұл жерде ең басты қиындық жаңағыдай деанонимизация, яғни жаңағыдай преступникті, кибералаяқты, қылмыскерді табу өте қиын. Сондықтан да техникалық тұрғыдан қиын да. Мысалы аккаунтқа келесіз, ары қарай ешнәрсе жасай алмайсыз. 99% жаңағыдай заявление жазған, осыған алданып қалған адамдардың барлығы ешқандай шешімге әзірше келмеген. Бұл жерде олармен күресетін тек қана бір мәселе, ол жаңағыдай осведомленность көтеру, және кибергигиенаның дәрежесін көтеру. Барлығы бізде халық болып сананы ауыстыру керек та, менталитетті. Цифрлық әлемде өзін қалай жүргізу керек. Өзіміздің деректерді әр жерге жазып кете бермеу керек біз, біріншіден.
әркімге бір сене бермеу керекпіз. Екіншіден, үшіншіден бұл балаға үйретпес бұрын өзіміз үйреніп алу керекпіз ғой барлығын, иә. Қалай жаңағы сіз айтқандай неше түрлі бағдарламаларды дұрыс жүктеп алу керекпіз, дұрыс өзіміздің ақпаратымызды енгізуіміз керек, және сырттан біреу хабарласып бір нәрсе сұрап жатса артық айта салмау керек дегендей. Өйткені жасанды интеллект қазір бәрін оңай жасап жатыр. Неше түрлі видео жасап жіберуге де мүмкін, дауысты да жасап алуға мүмкін дегендей. Бұл оңай болып кетті ғой. Соңғысы сұрайын дегенім, енді біздің алдағы болашақта кибер қауіпсіздігіміз осылай қиындай түсе ме, әлде біз өзімізді кибер әлемінде еркін сезіне алатындай дәреге жетеміз бе? Өйткені өзім айтқандай жасанды интеллект бар, біз кибер әлемде қазір көп уақыт өткіземіз. Айналып келгенде барлығымыз сол интернеттің ар жақ бер жағынан шыға алмаймыз дегендей бүкіл өміріміз цифровизациядан өтті. Сондықтан өзімізді еркін сезіну үшін біз не істей аламыз? Цифровизация, жаңа интернет, ол жасанды интеллект болсын, ол күннен күнге тек қана артып келеді, өміріміздің әрбір бағытына кіреді. Сондықтан да бізге жаңағыдай кибергигиенаны көтеруден басқа ешқандай амал жоқ. Кез келген қазақстандық кибергигиенаның басты ережелерін толықтай білу керек. Қандай қауіптері бар, не істеуге болады, не істеуге болмайды деген сияқты соны барлығын толықтай білу керек, және де уақытымен ол бәрібір енді барлығымыз соны білетін боламыз. Соған келеміз, ерте немесе кеш. Бұл жерде тек қана сұрақ мынандайда қандай жолмен келеміз. Өйткені қазіргі таңда өте қатты көп біздің халық жоғалтып жатыр. Біздің қолдан келгенше біз жаңағыдай Инстаграм парақшасында видеороликтар түсіріп, халыққа арнап түсіріп береміз. Мынандай істеуге болмайды, мынандай схемалар бар, байып келсе былай істемесін деген сияқты. Біздер жаңа кибер алаяқтармен жарысып, егер ол жаңа схеманы көрген болсақ, сразу тез соған видео түсіріп, тез шығарып жібереміз да, осындай келсе, былай істемеңіздер деген сияқты. Және де енді тағы да айта кететін нәрсе, бұл жерде кибер алаяқтардың түпкі мақсаты бәрібір ақша ғой. Оны әртүрлі жолдармен сізге келеді, бірақ түпкі мақсаты ақша. Ақша сіздің банкіңізде, біз банкингті өте белсенді қолданамыз, қолданбасқа да болмайды. Және де күнделікті біз картамыздың деректерін әртүрлі сервистарға жазамыз. Өте ыңғайлы, Яндекс Таксиге жазып қоямыз, доставка болсын, Netflix подписка, кез келген подпискаға өзіміздің карточкамыздың данныйларын жазып қоямыз. Ең біріншіден 80%-ға сізді қорғап тастайтын амал, ол барлық интернет транзакциялар болатын барлық подпискаларға бөлек бір карточка ашып қойсаңыз. Сіздің основной айлық түсетін барлық ақшаңыз сақталатын карточка емес, бөлек бір карточка ашып қойсаңыз, және де бүкіл интернетте кез келген болсын, сол карточканың ғана деректерін енгізсеңіз, основной карточкаңызды ешқай жерде енгізбеу керек. Сол кезде егер де мынау интернетте жүрген сіздің ашық жүрген карточкаңыз алаяқтардың қолына келетін болса, оның ішінде ақша болмайды. Ол жерге сіз көп те болмайды дейсіз болса да. Керек мөлшерде ғана салып отырасыз. Өзіңіз білесіз, айына мысалы қанша таксиге мысалы маған 3000 керек бүгінге, соны салып қоясыз, соны ғана алады деген. Өзіңіздің основной карточкаңызды толықтай қорғап, интернетте болсын, ешбір адамға, банктің сотруднигіне, прокуратурадан, КНБ-дан, полициядан звондап жатырмын деген сотрудникке ешкімге айтпайсыз. Бұл енді номер 1 былай, егер де бір ғана совет бер десе, мен осыны айтатын. Бұл 80%-ға сіздің ақшаңызды қорғап қалады. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Бізге өте пайдалы болды деп ойлаймын. Көрерменге де өте пайдалы болды деген сенімдемін. Жақсы, рахмет. Еске сала кетейін, бала тәрбиесіне қатысты біз көтеретін тақырыптар сізге қызықты болса, парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ең қызықты пікір иесіне Арғымақ отандық брендінен сізге арнайы сыйымыз бар. Кибер әлемде, жалпы бұл әлемде амандықта жүздескенше сау болыңыздар.